Қазіргі уақытта таңғы ас мәселесі адамдарда үлкен қызығушылық туғызады. Жаңа ғылыми зерттеулер бір-біріне қарсы шығып, таңғы ас ішу тәртібіне күмән келтіретін жағдайлар бар. Ал біз сіздерге тек бір ғана дүние айтамыз. Ол таңғы асты тастамаңыз, және де күнделікті таңертең бізбен бірге дайындап жақындарыңызды қуантыңыз. Ендеше бүгін не дайындаймыз? Бірге көрейік. Қайырлы таң, құрметті достар, менің жанымда бас аспаз Индира Бақытқызы. Демек, бүгін біз сіздерге жеңіл әрі тез дайындалатын таңғы ас мәзірін ұсынамыз. Ал таңғы астың аты? Күрке тауық етінен жасалатын салат. Салат. Тамаша, енді бізге керекті өнімдер. Йогурт керек болады, қызыл бұршақ, қызанақ, күрке тауық еті және пекин капустасы. Тамаша, енді ең бірінші алғашқы неден бастаймыз? Күрке тауық етін турап аламыз. Кесейік. Ыдысымызға саламыз. Ендігі кезекте қызанағымызды тураймыз. Бір қызанақ жеткілікті. Негізінде күрке тауық еті болмаса, Тауық етін қолдана берсек болады. Иә, тауық етін қолдана берсек болады. Йогурт болмаса, майонезбен араластыра берсе болады. Қызанағымызды салып алдық. Енді ардақ қызыл бұршақты апеп жүрсек, қызыл бұршағымызды саламыз 2 қасық. Ең соңғысы пекин орам жапырағын тураймыз. Міне салатымыз дайын болып қалды. Маған йогурт апеп жүрсек, енді осының барлығын йогуртпен араластырып, дастарханымызға қоя берсек болады. Мен тым болмаса араластырайын. Бір көмегім тисін. Иә, әрине, мен сізге ыдысты дайындап берейін. Енді осы салатымызды ыдысымызға салып. Міне, құрметті көрермен, небәрі 4 минуттың ішінде әзірленген таңғы асымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Күрке тауық етінен әзірленетін салат. Құрамы: күрке тауық еті 80 грамм, қызанақ 1 дана, пекин орам жапырағы 50 грамм, йогурт 30 грамм, қызыл бұршақ 50 грамм.